бір оқырманымның қазіргі таңда басынан өтіп жатқан сұмдық жағдай жазылған хаттың қысқаша мағынасын өздеріңізбен бөлісіп қояйын. Әйелдерге мүлде сенуге болмайды деп бастаған екен оқырман хаттын. Менің қазіргі таңда 2 перзентім бар. Біреуі менің балам емес. Әйелім менің туған жездемнен туып алған. Менің әпкем мен жездем екеуі ажырасып кетпесін деп айта алмайтын бұл сорды әйелім пайдаланып, бүкіл қарасын, жаласын маған жауып, қазіргі таңда екеуміз ажырасып кеттік. Балаларыма да мені әбден жамандап тастаған. Балаларым мені боқтауға дейін барды. Балаларыма да ашып айта алмаймын, себебі екеуін де жақсы көремін. Қазіргі таңда мен қаңғыбастың күйін кешіп жүрмін. Басқа біреуге үйленейін десем, күндердің күнінде балаларым келе ма деген үмітім бар деп жазған екен оқырманым. Көрдіңіздер ма? Бұл бір ғана адамның басындағы мұң емес, бұл тұтас қоғамның шындығы. Әйел жыласа, оның ақ қарасын ажыратпай тұрып, әлем болып жұбатуға тырысамыз. Ал ер адам жыласа, өзі жақсы болса осылай жүрмейді ғой деп келеке етеміз. Білесіздер ма, ер адам отбасы үшін өзін ұмыта алады, ал әйел өз реніші үшін отбасын бұза алады. Сондықтан әйелдердің әрбір әрекетіне, сөздеріне көз жеткізбей сенбеңіздер. Әйелдердің алдына көнгіш, жүгіргіш, сенгіш болып келетін еркектер түбі осындай халге түсулеріңіз әбден мүмкін.